Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен картошка сақиналарын дайындайтын боламыз. Картошка сақиналарының оңай рецептісімен бөлісемін. Егер сіз картошка сақиналарын дайындап көрмеген болсаңыз, онда видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Ол үшін бізге алдымен картошкамызды суға пісіріп аламыз. Қызып тұрған табамызға майды осылай ерітіп, сарымсақты қуырып аламыз. Артынан ұнымызды да араластырып, оған су қосып, осындай бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Массамыз осылай дайын болған кезде картошкамызды пюре жасаймыз. Оған тұзымызды қосамыз, крахмал қосамыз, және дайын болған массамызды қосып араластырамыз. Осылай массамыз дайын болғаннан кейін қатты қалың емес, қатты жұқа емес қылып жаямыз да. Кез келген шеңбер құралымен осылай кесіп аламыз. Кесіп болғаннан кейін ортасын осылай тесіп аламыз. Қызып тұрған майымызда екі жағын кезек-кезек қызарып піскенше пісіріп аламыз. Осылай дайын болған картошка сақиналарын кез келген соуспен жеуге болады. Өте дәмді, дайындап көріңіздер.